Армысың құрметті достар, Geobilim Tutor ұсынады. Геологиялық далалық жұмыстарға арналған мобильді қосымшалар жайында баяндаймыз. Ол үшін біз ұялы телефонымызға Play Store арқылы Field Geologist және GeoExplorer атты екі мобильді қосымшаны жүктеп алдық. Олардың мүмкіншіліктері, артықшылықтары, кемшіліктері жайында баяндаймыз. Аталған екі мобильді қосымша далалық электронды күнделіктің рөлін атқарады, өйткені далалық жұмыстар барысында жиналған геологиялық ақпараттарды тіркеуге арналған опциялар бар. Field Geologist GeoExplorer'дан айырмашылығы, Field Geologist негізгі 3 тау жұмыстардың далалық ашылымдарына қатысты опциясы бар. GeoExplorer'да тау жұмыстар көлемі шектеулі, тек қана шөгінді тау жұмыстарына арналған. Және де Field Geologist пен GeoExplorer екі мобильді қосымшасы өндірістік практика барысында студенттерге қолдануына үлкен мүмкіншіліктерін береді. Field Geologist қосымшасына кіреміз. Field Geologist'те 9 опциясы бар. Ол далалық ашылымдар тау жұмыстарының түріне байланысты. Егер де метаморфтық болатын болса, метаморфтық опциясына кіреміз. Магмалық болса, магмалық, шөгінді болса, шөгінді опциясына кіреміз. Одан кейін барып алювиалды шөгінді ашылымдарына, ағынды шөгінді ашылымдарына, одан кейін керін болса, керіннің ақпараттары енгізуге болады. Инструменті бар, көмек бар, және де ойыны бар екен. Бұл ойында IQ, геология сұрақтар қою арқылы IQ-ді дамытуға мүмкіндік береді. Егер де далалық жұмыстар барысында метаморфтық шөгінді тау жұмыс болатын болса, онда біз метаморфтық опциясына кіреміз да, сол жерде далалық жұмыстар барысындағы зерттеушінің болмаса далалық геологтың аты жөні жазылады. Ашылымның табылған орны, далалық ашылымның жаңағы түрі, атын, оның ұзындығын және енін, далалық ашылымдарға қатысты координатын енгізуге болады, зонасын, теңіз деңгейіндегі биіктігін, ендікті, бойлықты енгізуге болады. Сосын ескертпелер енгізуге болады. Далалық метаморф тау жұмыстарының түрін, ерекше белгілерін, тағы да оған ескертпе енгізуге болады. Құрылымдарын, созылым сызығын, созылым бағытын, құлау бағытын және құлау бұрышын жазуға болады. Егер де сол метаморф тау жұмысқа қатысты үлгітасы алынған болатын болса, оған да жеке код енгізуге болады, және де фотоға түсіруге болады. Одан кейін біткеннен кейін сақтай аламыз. Егер далалық жұмыстар барысында бізде магма тау жұмысы болатын болса, онда магма тау жұмысқа қатысты ақпарат жинаймыз. Зерттеушінің аты жөні, табылған орны, сол магма тау жұмысының түрін, атын, оның ұзындығын, енін, координатасын енгіземіз. Ескертпелер енгізуге болады. Сосын тау жұмысының түрін, ерекше белгілерін, оның құрылымы, құлау сызығын, құлау бағытын, құлау бұрышын енгізуге болады. Сосын үлгітас алынған болса, үлгітасқа жеке код беруге болады. Одан кейін фотоға түсіріп, фотоға сипаттауға тағы да болады. Сосын сақтай аламыз. Егер де шөгінді тау жұмысы болатын болса, онда біз шөгінді тау жұмысқа кіреміз. Шөгінді тау жұмысы ашылымына қатысты ақпараттарды тіркей аламыз. Зерттеушінің аты жөні, табылған орны, ашылымның түрі, атын, ұзындығы, енін, координатасын енгіземіз. Ескертпелер фотоға түсіруге болады. Одан кейін литологиясын енгізуге болады, ерекше белгілерін, сосын шөгінді тау жұмыс жатысының жаңағы қалыңдығын, оның түсін, органикалық қалдықтар енгізуге болса, органикалық қалдықтар жайында ақпарат енгізуге болады. Құлау бағыты, құлау сызығы жайында, одан теңіз деңгейіндегі биіктігін, текстурасын, шөгінді тау жұмысының түйірлерінің мөлшерін енгізуге болады. Құрылымын және фотоға түсіруге болады. Одан кейін тау жұмыс үлгітасы алынған болатын болса, оған жеке код беріледі, ескертпе жазылады, және де сақтай аламыз. Егер де алювиалды шөгінді болатын болса, ашылымы, онда алювиалды шөгіндіге қатысты ақпарат енгізіледі. Далалық геологтың аты жөні, зерттеліп жатқан аймақтың аты, күні, жылы, айы, сол алювиалды шөгіндіден алынған үлгітастың нөмірін, ситадан өткізілген кездегі оның жаңағы мөлшерін, координатасы енгізіледі. Одан кейін барып, сол алювиалды шөгіндінің тау жұмысының түрін, содан кейін ескертпелер тағы да енгізуге болады. Біткеннен кейін сақтай аламыз. Егер де бізде ағынды шөгінді болатын болса, онда ағынды шөгінді ашылымына қатысты ақпарат енгізе аламыз. Аты жөні, зерттеушінің,
зерттеліп жатқан аймақтың аты, күні, жылы, айы, алынған ағынды тау жынысының жаңағы үлгітасының нөмірін, сетіден өткізгендегі мөлшері, координатасын енгізе аламыз, тау жынысының түрін, текстурасын, одан кейін алынған аймақтың жаңағы белгісі, яғни егер ағынды ол өзендік ағыны болатын болса, соған қатысты ақпарат тағы енгізуге болады. Одан кейін біткен соң сақтай аламыз. Егер де біз бұрғылау жұмыстарының барысында керін алынған болатын болса, онда сол керінге қатысты бұрғылау параметрлер енгізіледі. Ұңғыманың нөмірі, жаңағы жер бетіндегі ұңғыманың орналасқан теңіз деңгейіндегі биіктігін енгізуге болады. Оның бастапқы тереңдігі және де соңғы тереңдігі жазылады. Одан кейін барып керінің мөлшерін енгізе аламыз. Сосын барып оның жаңағы тау жыныстарының алынған тереңдігі, оның ұзындығын енгізе аламыз керінің. Сосын керіндегі тау жыныстарының түрін, оның түсін, минералогиясын, егер шөгінді тау жыныс болатын болса, оның түйірінің мөлшерін, текстурасын енгізе аламыз. Жатыс жағдайын керінің, жарымды бұзылыстан енгізуге болады. Оның тау жыныстарының қаттылығын және шөгу жайында жиналған ақпаратты тіркеуге мүмкіндік береді. Біткен соң сақтай аламыз. Егер далалық жұмыстар барысында бос уақыт болатын болса, онда сол жаңа ойынға кіріп, геология сұрақтар қойылады. Сол жерде сол сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік береді. Сонымен бұл Field Geologist қосымшасы жайында ақпарат осы. Енді екінші GeoExplore қосымшасына кіреміз. GeoExplore'дың қандай өзгешеліктері бар екендігін бірге талқылайық. GeoExplore'да негізгі екі опциясы болады. Біріншісінде меню, екіншісі tools. Менюда біз танысу ақпараты бар. Бұл жерде менюде жаңа GeoExplore жайындағы сипатталатын ақпараты бар. Сосын ескертпелері бар. Бұл жерде айтылған, яғни GPS автоматты түрде қосылады. Егер де жаңағы спутниктік аймақта тұрған болатын болса, GPS ұстауға мүмкіндік береді дейді. Болмаған жағдайда болса, қиындыққа түседі. Сонда да қосымшаны жасаушылар өздеріңізбен бірге далалық күнделікті балған алып жүрулеріңізге және де хлор қышқылын алып жүрулеріңізге ұсыныс береді. Сосын қауіпсіздігі ретінде ақпарат енгізілген бұл танысу функциясында, яғни киімге қатысты жаңағы су өткізбейтін киім, ыстық өткізбейтін, ыстықтан сақтайтын киімдерді, сосын күн сәулесінен сақтайтын жаңағы көзілдіктер, арнайы аяқ киімдер, жаңа қол линзасын, сонда да жаңа дала күнделікпен қаламсапты алулардан ұсынады, және де кете береді. Ары қарай жаңағы List Guided Field Trips дейді. Мұнда жаңағы алдын ала дайындалған аймақтардың ақпараттары енгізілген. Мысалы Black Mountains, Likely Hills болсын, және ары қарай. Бұнда дайын аймақтардың, болмаса далалық жұмыстардың ақпараты бар. Егер де бізде ешқандай ақпарат жоқ болатын болса, біз сол Create Custom Field Trip'ке кіру арқылы біз өзіміздің зерттеймін деп жатқан аймақтың аты жөнін жазаламыз, соны ақпарат енгізе аламыз. Одан кейін енгізілгеннен кейін ол бізде неде List Custom Field Trips функциясында ол бізде шығады. Яғни меню опциясы бойынша бізде ақпарат осы ғана. Егер Tools инструментке кіретін болсақ, инструментте біз зерттеліп жатқан ақпаратты енгізе аламыз. Ол үшін біз жаңа бет ашып, ол жаққа біз сол аймақтың аты жөнін жазамыз. Оның координатасы, ендігі бойлығын енгіземіз. Соны сақтай аламыз. Одан кейін барып тау жынысы жайында ақпарат енгіземіз. Тау жынысының аты, оның сипаттамасы, сосын түсін енгізе алады екенбіз.
Одан кейін барып, бүкіл ақпарат жиналғаннан кейін барып, assign rock to site функциясында ол бұл жерде ол шыға келеді. Одан кейін бізде клинометр бар. Бұл қосымшада клинометрде сол созылым сызығы, құлау бағыты, құлау бұрышы жайында есептеп енгізуге мүмкіндік береді. Одан келесі бізде take фото, яғни фотоға сүру функциясы бар. Келесі функция бізде ескертпе жазуға болады, яғни контекстті ескертпе, болмаса аудио жазба ретінде тағы да болады. Grain size, шөгіні тау жынысының жаңағы түйірлерінің мөлшерлері, сорты, одан кейін пішіні жайында салыстырмалы түрде енгізуге болады. Сосын sedimentary log, яғни sedimentary logта біз шөгін тау жынысының стратиграфиялық бағанасы жайында осында жасап шығаруға болады. Сосын glossary бар. Glossary, яғни геоморфология бойынша шөгін тау жынысы және құрылымдарға қатысты аббревиатуралар және олардың сипаттамасы енгізіледі. Сонымен бұл екінші қосымшада ақпарат осы. Жалпы қорытындылайтын болсақ, аталған екі мобильді қосымшаның мүмкіншіліктері, бұл екі қосымша өндірістік далалық практика барысында қолдануға мүмкіндік береді. Бұл екі қосымша офлайн, яғни интернетсіз ақпараттарды сақтап жинауға мүмкіндік береді. Егер интернет болатын болса, онда жиналған ақпараттарды үй компьютерларына, болмаса университет компьютерларына жіберуге тағы да мүмкін. Оның артықшылығын айтатын болсақ, екі қосымшада клинометрлері бар, компастары бар, камерасы бар, тау жыныстарының сипаттамасын енгізуге болады. Одан GPS навигаторлары да бар, автоматты түрде жұмыс істейді. Егер де жаңа спутниктік зонаға түскен болатын болсақ, енді кемшіліктерін айтатын болсақ, кемшіліктері біреу, ол сол GPS навигаторының істен шығуы. Егер де спутниктік зонаға түспеген болатын болса, GPS тамауы әбден мүмкін. Сонымен Field Geologist пен GeoExplore'дың артықшылықтары, мүмкіншіліктері мен кемшіліктері осындай. Осымен бүгінгі тәмам.